Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. 2024 жылғы тестте келіп жатқан жаңа сұрақтар. Қазақстан тарихы. Бірінші сұрақ. 1950 жылы салынған, ұзындығы 483 километр темір жол. Дұрыс жауабы Мойынты-Шу. Екінші сұрақ. 9 күн, 20 сағат, 13 минут, 51 секундта ғарыштан кім ұшып келді? Дұрыс жауабы Айдын Айымбетов. Келесі сұрақ. Күлпәш әңгімесінің авторы. Дұрыс жауабы Бейімбет Майлин. Келесі сұрақ. Күрес пен үміт картинасы қай мұражайда тұр? Дұрыс жауабы Алжир мұражайында. Бесінші сұрақ. Қазақ жеріндегі мал шаруашылығы мен егіншілікті асқан іскерлікпен біріктірген қай мемлекет? Дұрыс жауабы Қарахан мемлекеті. Алтыншы. Наным-сенімге байланысты пайда болған өнер стилі. Дұрыс жауабы аң стилі. Жетінші. Сақ дәуірінде өлген адамның басына жылқының басын қойған аумақ. Дұрыс жауабы орталық Қазақстан. Сегізінші сұрақ. Тоқтар Әубәкіровтің алғаш ғарышқа ұшқан жылы. Дұрыс жауабы 1991 жыл 2 қазан. Келесі сұрақ. Ұлы Отан соғыс кезінде жаудың 120 танкісін, 800 машинасын жойқандаған қазақ батыры. Дұрыс жауабы Ғани Сафиуллин. 10-шы сұрақ. Ақсақ киік өлеңінің авторы. Дұрыс жауабы Сәкен Сейфуллин. 11. Дарабоз деген атты Абылайхан кімге қойды? Дұрыс жауабы Қабанбайға. 12-ші сұрақ. Шығамын, тірі болсам адам болып өлеңінің авторы. Дұрыс жауабы Сұлтанмахмұт Торайғыров. 13. Шілікті қорғаны табылды. Дұрыс жауабы Шығыс Қазақстаннан. 14-ші сұрақ. Тыл жұмысшыларының Петропавлда құрылған ұйымы. Дұрыс жауабы Жас арбакештер. Осымен кезекті видео сабақ аяқталды. Егер де мен видео сабағым пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.